Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 24-ші сабағымызды бастаймыз. Қалдықты және азайғыш пен азайтқышты табуға берілген есептер. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренесің. Бірінші есеп: кесте бойынша өрнектер құр. Олардың мәнін тап. Азайғыш берілген 82, азайтқыш 7. Біздер айырманың мәнін табуымыз керек. 82-ні біздер 70 және 12 деп жазамыз. Бұл жерде 12-ден 7-ні азайтамыз, ол бізде 5 болады. 70-ке 5 қосқанда 75 шығады. 96 азайтылған 92. 96-ны 90 және 6 деп жазамыз. 92-ні 90 және 2 деп жазамыз. 90-нан 90-ны азайтамыз, 6-тан 2 азайтамыз, 4 болады. Келесі 27 қосылған 27. 27-ні 20 және 7 деп жазамыз. 27-ні 20 және 7 деп жазамыз. 20-ға 20 қосқанда 40 болады. 7-ге 7 қосқанда 14 болады. 40-қа 14 қосқанда 54 шығады. Құрметті ата-аналар және оқушылар, біздер 2-ші сынып математикасының 1-ден 20-ға дейінгі сабақтарын YouTube-қа толық жарияладық. Енді 21-ші сабақтан 136-ші сабаққа дейін, яғни 31-ші мамырға дейінгі сабақтардың толық нұсқасы тек қана Instagram жабық парақшасында жарияланады. Жабық парақшаға кіру құны 6000 теңге. Бір рет төлем жасайсыз да, алдағы болатын сабақтардың барлығын жабық парақшада көре аласыз. Тіркелу үшін 8 747 758 8696 менеджер нөміріне хабарласыңыз, немесе сол нөмірге WhatsApp-қа жазыңыз. Менеджерге жазсаңыз, сізді тіркеп береді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі сабақта кездескенше.